Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін өте оңай, жылдам дайын болатын етсіз котлет дайындайтын боламыз. Қазір жазғы уақытта көкөністердің көп кезінде осындай котлет дайындап жіберейік. Бізге осы видеода көрсетілген көкөністер қажет болады. Барлығын сыртын аршып, жуып тазалап, осылай ірі көлемде бөліп алдым. Сіздер теркадан өткізіп жасасаңыздар да болады. Ерт тартқышқа өткізсе де болады. Жаз мезгілінде балалар үйде болғанда осылай жасап берсеңіздер, нанға қосып, шаймен тез желінеді. Менің каналыма тіркеліп, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Менің каналымда өте қызықты, өте оңай, өте жылдам дайын болатын тағамдардың түрлері өте көп. Міне біз барлығын турап алдық. Мен ручной блендермен майдалап аламын. Не осылай майдалап ыдысымызға сала береміз. Капустаны да салып майдалап алдым. Енді сәбізді салып тағы да майдалаймыз. Ең соңында қалған пиязды, чеснокты бүтіндей салып, майдалап алып, ыдысымызға саламыз. Міне барлығы осылай әп-әдемі болып майдаланып шықты. Және дәмдеуіштен қара бұрыш, тұз, қалауларыңызша саласыздар. Және бір жұмыртқа салдым. Сүт құйдым. Ингредиенттерінің барлығын описание бөліміне қалдырып кетемін. Описаниядан қарап, осылай жасап көріңіздер. Ең соңында ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Не осылай болды. Енді табамызға май құйып, осылай қасықтың көмегімен котлеттің пішінін жасап, осылай қуырып аламыз. Бір жақ беті қуырылғанда екіншісіне ауыстырып, тағы қуырамыз. Жобамен 3 минуттай бір жақ бетін, 2 минуттай екінші жақ бетін қуырамыз. Міне біздің котлетіміз дайын болды. Дайын болған котлеттерді басқа ыдысқа салып аламыз. Міне біздің котлетіміз дайын, өте көп мөлшерде шықты. Үйде бар көкөніспен жасасаңыздар болады. Жасау жолы өте оңай, өте дәмді котлет. Нанмен осылай түскі асқа жасап берсеңіздер өте дәмді. Видеоның соңына дейін көргеніңізге рахмет. Каналыма тіркеліп, қолдап қойыңыз. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.